кәдімгідей маған айтады, мен бала қарайды ғой, өсіп шығып кетемін осындай жерге. Геморрой, иә? Иә, геморрой. Сонымен мөлдір 2 аптадан асып кетті геморройдан деді. Не істеймін? Мен апарып бергенмін ғой 75-ті. Ішпей жүрген. Ішсеңші, ана, мен апарып бердім ғой деп айтып жатырмын ғой енді. Содан звезда дейсің ғой енді. 30 кетсең звезда боламыз. Соны апарып ішті. 3 күндер ұзат көріп тұр ғой. Сосын звондадым, мен жамбыл совхозына кетейін дейтін, балдарымды қарап бересіз ба деп. Иә, келді. Қойды ма десем. Мына 5 ішкен, иә? Бір аптада уже жақсы результат көрді. 5 өнім осы. 5 өнімді ішті. Үзбей. Давлениесі түсті. Вообще аптеканың дәрісін біздің үйге келеді, осындай пакетке салып алып келеді. Давление өлшейтін, жаңа ішетін, бәрін. Ешқандай ішпейді қазір. Ешқандай аптеканың дәрісін ішпейді. Мынау Сафратты өзі менен алып тұрады. Давлениеге ғой енді жақсы результат көрді. Геморройға қойды. Қара құсы ауырып, давлениеден ауырады екен ғой қатты. Сонысы қойды. Енді бауырда А, Б, С, Д-сы бар гепатит. Кеше түскен екен осы, енді оған айтқанмен бір аптадан асып кетті. Жақсы депті врачтар. Бауырыңыз жақсы аға деп. Давление тұрақты 130, 140. Нормально ол кісіге 220-230-ға. Құлайды бірден дірілдеп ше ол кісі. Содан жақсы результат көрді. Жақсы қазір риза болып отыр ғой. Ішкеніне. Давлениеде мен 205 дірілдемеймін да, басым ауырмайды бірақ